Ниса сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа адамдар, бәрінді бір жаннан, бір кісіден жаратқан, һәм одан болмыс бітімі өзіне ұқсайтын жұбын жаратып, ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдерді өрбітіп, жер бетіне таратқан Раббыларыңа қарсы келуден сақтаныңдар. Алла үшін деп атын атап, бір-біріңе өтініш айтысқан, Аллаға қарсы келіп асы болудан һәм туыстық байланысты үзуден, яғни ата-ана мен туған туыстың ақысын аяқ асты етуден сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла сендерді әрдайым көріп бақылап тұрушы. Сондай-ақ, балиғат жасына жеткен жетімдердің мал-мүлкін өздеріне толық қайтарып беріңдер. Олардың дүниесінің жақсысын өз дүниелерінің жаманына айырбастамаңдар. Һәм олардың мал-мүлкін өз мал-мүліктеріне қосып алып жемеңдер. Шүбәсіз, бұлардың әрбірі үлкен күнә болып табылады. Қамқорлықтарыңа алған жетім қыздармен үйленген жағдайда оларға әділ бола алмаудан қорықсаңдар, өздеріне ұнаған әрі адал болған өзге әйелдердің екеуімен, үшеуімен немесе төртеуімен үйленіп отау құруларыңа болады. Егер бұл жағдайда да әйелдерінің нәпақасын бөлуде бәріне бірдей қарайтын әділ бола алмаудан қорықсаңдар, біреуін ғана немесе қолдарындағы күндерді қанағат тұтыңдар. Әділдіктен ауытқып кетпеулерінің ең тиімді жолы осы. Үйленетін әйелдеріне махрлерін қалыңдық сыйын шын көңілден тарту етіңдер. Егер олар шын көңілден сол махрын бір бөлігін өздеріне қайтарып берсе, яғни оның бір бөлігін отбасының ішіп-жеміне жұмсаса, оны тәбетпен ішіп жеңдер, ас болсын. Алла Тағала тіршіліктерінің тірегі еткен мал, пұлдарында мейлі өздеріндікі яки аманат болсын, ақыл есі толыспаған жандардың, кішкене балалардың, һәм мейлі ер болсын, әйел болсын, қаражатты үнемдеуді білмейтін ысырапқолдардың қолына ұстатпаңдар. Сол мал пұлдан немесе оны айналымға салып, судан түскен қаражаттан оларды ішіп, жеммен, киім-кешекпен қамтамасыз етіңдер. Сондай-ақ, оларға жылы сөз айтып, орынды ақыл-кеңес беріңдер. Жетімдерді үйленетін шағына жеткенге дейін жан-жақты бақылап, сынап бағыңдар. Егер олардың ақыл тұрғысынан толысқандығына көздерін жетсе, мал-мүліктерін өздеріне тапсырыңдар. Есейгенде қайтарып алады екен деп, олардың мал-мүлкін онды-солды шашып, талан-таражға салмаңдар. Қамқоршылардың арасынан кімде-кім бай болса, жетімнің мал-мүлкіне тимесін. Ал қолы қысқа адам жетімге көрсеткен қамқорлығының ақысы ретінде оның мал-мүлкінен мұқтажын өтейтіндей ғана мөлшерде ішіп жесін. Оларға мал-мүліктерін қайтарып бергендеріне мұны куәгерлер арқылы куәландырыңдар. Жауапқа тартушы ретінде бір Алла жеткілікті. Ата-ана мен жақын туыстардан қалған мұрадан мирасқор ер адамдардың алар үлесі болғаны сияқты, ата-ана мен жақын туыстардан қалған мұра мейлі аз болсын, яғни көп болсын, одан мирасқор әйелдердің де алар үлесі бар. Бұл Алланың өзі тағайындаған және мирасқорларға міндетті түрде берілуі керек болған енші. Мұра бөлісу кезінде қастарында мұрагерлерге жатпайтын туыстар, жетімдер, пақырлар, міскіндер болса, мұрадан оларға да азын аулақ беріңдер.
һәм оларға жылы-жылы сөз айтып, көңілдерін аулаңдар. Адамдар, арттарыңа өз күнін өзі көре алмайтын шиеттей жас балаларын қалдырып кетуге мәжбүр болған жағдайда, қанаты қайырылған балалары үшін қалай қорқып қам жейтін болса, қамқорлықтарындағы жетімнің ақысын жеуден де дәл солай қорықсын. Сондай-ақ олар бұл мәселеде Аллаға қарсы келіп, қаһарларына ұшыраудан сақтансын және мұра бөліскенде әрі жетімдермен қарым-қатынас жасағанда әрдайым жақсы һәм дұрыс сөз айтсын. Жетімдердің мал-мүлкін жеп, оларға қиянат жасайтындар арасында қарындарын тек отқа толтырудан, олар көп ұзамай-ақ дүниенің отына мүлдем ұқсамайтын һәм қуатын бір Алладан басқа ешкім білмейтін жалын атқан отқа түсіп әбден шыжғырылатын болады. Балаларға мұра қалдырғанда әділдікпен ауытқымауларын үшін Алла тағала сендерге мынаны бұйырады. Ер балаға 2 қыз баланың сыбағасындай үлес беріледі. Егер барлығы қыз бала болса, һәм саны жағынан 2 немесе одан көп болса, онда оларға мирастың 3/2 бөлігі тиеді. Ал жалғыз қыз болса, оған мирастың тең жарымы тиеді. Марқұмның артында бала қалса, онда артында қалған ата-анасын әрқайсына мирастың 1/6 бөлігі тиеді. Егер баласы қалмай дүние мүлкіне артында қалған ата-анасы ғана мұрагерлік етсе, анасына 3/1 тиеді. Ал туған бауырлары болса, анасына 1/6 бөлігі ғана тиеді. Мұндай бөліс марқұмның өсиеті орындалып, қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге асады. Ата-аналарың мен балаларының қайсысының пайда жағынан өздеріңе жақынырақ екенін біле алмайсыңдар. Ендеше бұл бөліс Алла тарапынан бекітілетін парыз. Шүбәсіз Алла Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, Хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Уа, ерлер қайтыс болған әйелдерінің артында бала қалмаса, онда қалдырған мирастың тең жарымы сендерге тиесілі. Егер арттарында бала қалса, онда сендерге қалдырған мұрасының 1/4 бөлігі ғана тиеді. Мұндай бөліс олардың өсиеті орындалып, қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге асады. Ал өздеріңе келсек, арттарында ұрпақ қалмаса, қалдырған мұраларының 1/4 жұбайларыңа тиесілі болады. Ал егер арттарында ұрпақ қалса, онда жұбайларға мұраның 8/1 ғана тиеді. Бұл бөліс те айтқан өсиеттің орындалып, қарыздардың толық өтелгеннен кейін жүзеге асады. Егер қайтыс болған ер адамның немесе әйелінің артында қалған ата-анасы да, балалары да болмай, бір анадан туған бауырлары немесе әпкесі яки қарындасы ғана болса, олардың әрқайсына мұраның 1/6 бөлігі тиеді. Ал егер бір анадан туған бауырлары мен әпке қарындастары одан да көп болса, онда олар мұраның 3/1 бөлігін өзара теңдей етіп бөліп алады. Бұл бөлісте марқұмның өсиеті орындалып, қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге асады. Марқұмның өсиетін орындап, қарыздары болмаса, оларды өтеу барысында аталмыш мұрагерлердің бірде-бір титтей де зиянға ұшырамауы керек. Міне, мұраға қатысты осы үкімдер Алланың бұйрығы. Алла әлем, әрбір жанның әр ісін қалай һәм не үшін істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі. Әрі Халим, шалыс басқан құлдарын бірден жазаламай, тәубеге келуіне мұрсат беретін өте сабырлы. Бұлар Алланың белгілеген шекарасы.
Кімде-кім Аллаға және елшісіне бағынса, Алла оны жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайлардың түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргізеді. Солар мұнда мәңгі-бақи қалып бақытты ғұмыр кешеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.